Пайғамбардың есімін алған ақын Мұқағали. Мұсылман қауымының бала алдындағы бір міндеті оған жақсы, мағыналы есім беру. Өйткені діни сенімімізде адамның аты оның болашақ тағдырына да ықпал етеді. Соның әсері болар, солардай болсын деген ниеті шығар, қазақ перзентіне пайғамбардың есімін беруге құмар келеді. Және көп жағдайда ол үміттері ақталып та жатады. Жалынды жырларымен ел аузында жүрген ақындар Ілияс Жансүгіров, Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы, Иса Байзақовтар да бір-бір пайғамбардың есімін көтеріп жүрген тау тұлғалар. Поэзия әлеміндегі алыбымыз Абай мен Дала қоңырауы Ыбырай Алтынсариннің де азан шақырып қойылған есімдері Ибрагим екендігі, ғалым Шоқан Уәлиханов пен азаттық жыршысы Махамбеттің шын есімдері сүйікті пайғамбарымыздың Мұхаммедтің, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, шыққандығы кезінде аз айтылған жоқ. Ал бүтін сөз өткелі отырған, бүгін сөз еткелі отырған Мұқағали ақынның құжаттағы аты Мұхаммед Қали, әкесінің есімі Сүлеймен екенін біреу білсе, біреу білмес. Кішкентайынан маңайындағылар Мұқағали деп еркелетіп атап кеткен соң, қазағы да оны Мұқағали Мақатаев деп таныған екен. Кешегі қылышынан қан тамған кеңестік кезең ел аузында жүрген ақын болмақ түгел, қарапайым адамдарға да діни көзқарасын сөз етуге мүмкіндік бермеді. Ал ақиқ ақын Мұқағали болса, сол кезеңнің өзінде сатпаймын, сатқан емен дінімді мен деп қасқайып тұра білді. Ақынның ұлы Жұлдыз ағадан әкеңіздің дінге көзқарасы қандай еді деп сұрағанымда, ауырып қалса немесе денесіне бөрткен шықса, өзі бірдеңелерді күбірлеп оқып жазып алатын. Сөйтсек, біраз дұғаларды жатқа білген екен. Дінге байланысты өлеңдері кейін ғана табылды ғой. Ал бізге мынандай өлең жаздым деп ешқашан айтқан емес. Есімде қалғаны, орыстың бір академигінің Коран деген кітабын үйге алып келді де, осы кітапта жазған академик ислам дінін қабылдаған, осыны оқыңдар деді. Ал Құранның өзі ол кезде сатылмайтын да, іздесең табылмайтын. Әкеміздің мұсылманшылыққа көз қарасы оң болатын, көкте бір құдіреттің бәрі анық деп отыратын, деп жауап берді. Расымен де Мұқаң өлеңдерінен ақынның діни сауатты болғанын, оның өз бетімен білімін жетілдіргенін байқауға болады. Оған Әзіреті Әлі Зұлбұхарды жырға қосқан мына өлең жолдары дәлел болмақ. Құдайдың құлымын мен мұсылманмын, денемде түйірі жоқ арам қанның, ақиқатын аңсаймын ағарыманның, мекенім Ніл дария Меккем менің, келеді мәңгілікке мекендегім, дариғай Зұлбұхарды ерттеп мініп, көрмеген мекенме кетер медім, семсерін Әзірет Әлі ескек жасап, жер орта теңізінен өтер медім, қанаққан қайран менің мұсылманым, осыма екі ортада қысылғаның, бірігіңдер әлемнің мұсылманы, құрбан болсын Құдайың үшін жаның. Ақынның діни көзқарасы туралы Мұқағали журналының бас редакторы Батық Мәжитұлы Мұқаңда октябрят, пионер, комсомол, коммунист болу үдерістерін бастан кешті. Сол заманның перзент пендесі, тіпті алғашқы дастандарын Ленинге арнағаны да сондай сенімдердің шалығы. Қызыл қоғамын сендірген және жалаулатып көндірген идеяларға да ол да сенді. Бірақ ақынның басқа замандастарынан айырмашылығы компартияға деген сенімінің алдамшы екенін ең алғашқы болып білгендердің бірегейі де өзі еді. Шындықты танып қою әсері ақынды есеңгіретпей қалған жоқ. Дәл осы кезде ақын ата
діннің қағидаларына тереңдеп үңілді. Жоғалтқанын исламнан тапты, исламды жырлады. Күнә жасағанын ойлап жылады. Тіпті дін ғылымның анасы деген ғажайып теңеуді өмірге келтірді. Осыдан кейін барып ақынның ойы да, бойы да жеңілдеді. Себебі ол өзі іздеген ақиқатты исламнан тапты дейді Аңыз адам журналына берген сұхбатында. Осы пікірде айтылғандай, Мұқағали дін мен ғылымның бір-бірінен ажырамас ұғым екенін жақсы түсінді. Қол ұстасып Құдайға, ғылым мен дін бірге бар деген ақынның сөзін бүгінде жиі қолдануымыз да сондықтан болар. Ол кісі бір өлеңінде «Қаймағы бұзылмаған қайран дінім, қаймағың быт-шыт болдау қайдан бүгін, құбылаға бет алып қол қосырып, сәждеге жығылатын қайда күнім, сатпаймын, сатқан емен дінімді мен, өлмейтін, өшпей тұғын күнім білем, таппайтын, күнде тыным, түнде тыным. Мұсылман Мұхаммедтің үмбетімін, бәрі рас айтқанының ағаламның, құмменен топырақтан жаралғанмын деп жырлаған. Мұқағали ақын Абай секілді діннің тереңіне бойлай алмаған шығар. Исламның толық шарттарын орындай алмаған болар. Оған заманы да, қоғамы да мұрша бермегені бізге жақсы белгілі. Тосынжан Шапайдың Абайдың діни танымы, Алла туралы пайымы тым терең, тым ауқымды. Абайда дін туралы, Алла туралы тереңде кешенді түсінік. Мұқағали да жаратушысы туралы ойланған. Әр пенде мойын ұсынар қарапайым ақиқат, бірақ атеистік, коммунистік қыспақта Алласын мойындап, еркін ой толғауы ақындық өр рухының бір ерлігі деп бағаласақ керек дегені бар еді. Біз де осы ойға қосыламыз. Тек 21 ғасырда әлем мұсылмандары арасында алауыздық туындап, батыстың қорлауына жиі ұшырап жатқан дініміздің мүшкіл жағдайын көргенде, 20 ғасырдың ұлы ақыны Мұқағалидың «Бірігіңдер, әлемнің мұсылманы» деп ұрандатқан өр даусы құлағымызға жиі келе беретіні неліктен екен? Адамдар арасында Мұқағалидың ішімдікке құмар болғаны, өлеңді мас күйінде жазғаны, мас күнемдікке жақын болғаны жөнінде жалпылама түсінік қалыптасқан. Оқыған естеліктерінің әсері болар, бұрынырақ мен де солай ойлайтын едім. Кейін ақынның көзін көрген адамдармен сұхбаттасқан соң, ол ойымның көп бөлігі жалғанға шықты. Ақынның қызы Алмагүл Мақатаевадан әкеңіздің ішімдікке жақын болғандығы жиі айтылады. Бұл жөнінде сіз не дейсіз деп сұраған болатынмын. Ол кісі әкеміз ішкенімен мас күнен болған емес. Қазір кейбіреулер жазып жүргендей ес түсінен айырылып ішкенін де көрмеппіз. Бізге ішкенін білдірмеге тырысатын, үйде шу шығарып, мазамызды да алған емес. Үй ол үшін қасиетті орын еді. Жақсының артынан сөз ереді дейді ғой. Бір рет ішкенін көргендердің күнде ішкені деп қызулау өлең оқығанын көріп, өлеңді мас болып жазған дейтіндерге ренішім қара қазандай. Егер ол күнде мас болып жүрсе, артында осындай мұра қалдырар ма еді деп жауап берген болатын. Қалай бірлесе ән жазған композитор Нұрғиса Тілендиев болса, өз естелігінде бүгінде арамызда жоқ, Мұқағали жайлы аз білетіндер оны асып кеткен тентек, тек ішіп қана өмір кешкен деп былжырайды. Бұл нағыз қиянат, нағыз сатқындық. Біріншіден, ол аса еңбекқор әрі ерекше талантты ақын болды. Еркелесе еліне, туған жеріне қадірін білетін ағалары мен жеңгелеріне еркелеген шығар. Қайсы бір өсекшілер айтқандай, тек ішіп ғұмыр кешсе, соңына бүгінгідей асыл мұраларды қалай қалдыра алар еді. Міне, осындай жолдар қалдырыпты.
Ақын Қайырбек Асанов та өз басы Мұқаңды өте жақсы көрдім. Онымен кездескенше асығатынмын. Қынжылатыны Мұқаңмен бірге болғанда күндіз түні ішетін еді деген жалған сөз айтумен әлі күнге шейін келеді. Ішпеді дей алмаймын. Әйтсе де ақыл санасын сергек ұсайтын дейді. Мүлдем ішпеген екен деген ойды айтудан біз де аулақпыз. Сол кездегі қалам ұстаған ақын жазушыларымыздың қай-қайсысы болмасын бұл дерттен тыс қалмағаны әрине анық. Тек өлеңін арақ ішіп алып жазған деп талантты ақынның артынан сөз ету, халыққа маскүнем етіп көрсету Мұқағалиды көре алмаушылардың пасық тірлігі болды деп ойлаймыз. Мұқағали көзі тірісінде лайық бағасын ала алмаған, өлеңдері үшін бір жылы пікір естімеген ақын ауруханада жанын түсінер жан таппай жалғызсырап жатып, Фариза Оңғарсыноваға арнап бәріміз білетін атақты өлеңін жазды. Хатпен жіберіп, кейін алған алмағанын сұрап хабарласқан ақынның жары Лашынға: «Фариза, хатты алдым, бірақ қазір Бакуге кетіп барамын. Келгеннен кейін ауруханаға кіріп шығамын» деп жауап берген екен. Бірақ тағдырдың жазуы ғой, Фариза ақын келгенше Мұқағали өмірден өтіп кетті. Ол туралы Фариза Оңғарсынова: «Егер мен сол жолы Мұқағали ақынның аласұрып дүниеден бір жылылық көріп кетуді армандап жатқанын ұққан болсам ше, Баку сапарын ысырып тастап жанына барып, маңдайына тигізген алақаным арқылы жанымның бар жылуын тұла бойына таратпас па едім» деп өкініш білдірген екен. Мұқағали қалай өмірден өтті, солай атақты болып жүре берді. Ақынның анасы Нағиман Отан қызының жасым 90-ға таянғанда Мұқағалиым туралы естелік айтуды Құдайдан сұраппын ба мен? Тағдырдың ісіне шараң бар ма? 45 жасында қыршын кеткен оның күллі қазақтың баласы боларын, ардақты ақыны атанарын, Құдай ақы, туған шешесі мен де, өмірлік жары да, туған бауырлары да білгеміз жоқ. Көпшілік елде кезінде білмеген шығар. Енді қарап отырсам, тыңдап отырсам, Мұқағалиымды аспанға көтеріп, өзі өлген соң еліне танытқан Құдайдың берген таланты, өлеңнің қуаты шығар. Бұған да шүкір тәуба. Өз тіршілігінде көрмеген құрмет пен қошеметті артында қалған біз, отбасы, жары мен балалары, бауырлары болып көріп жатырмыз. Қайсы бірін айтайын қарағым, Алатаудай айбарлымды ойласам, өзегім от боп жанады. Деу де содан болар. Мұқағали өзін үнемі болашақтың ақынымын дейді екен. Айтса айтқандай-ақ, бүгінгі күні қай жерге барсаң да, оның өлеңдері оқылып жатады. Сөзіне жазылған әндер шырқалып жатады. Есіңе мені алғайсың деген ақынды халқы жиі еске алады. Ақын үшін осыдан артық бақыт бар ма екен? Мүмкін болса, дұға етіп, Құраныңызды бағыштап қоярсыз.